Құрметті мектептің ұлағатты ұстаздары, ата-аналар, оқушылар. Мектебімізде адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының балалар кітапханасы бағдарламасы аясында ұлттық кітап күніне орай балалар әдебиеті 10 күндігі ұйымдастырылып отыр. Балалар әдебиеті 10 күндігі білім алушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға, көркем әдебиет арқылы рухани, адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған мектепшілік, мәдени ағартушылық іс-шаралар кешені. Балалар әдебиеті 10 күндігін өткізу білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға, олардың рухани дамуына, кітапқа деген қызығушылығын арттыруға да адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының тәрбиелік құндылықтарын жүйелі түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 10 күндіктің бүгін 5-ші күні. Іс-шара тақырыбы шығармашылық әлемге бір қадам. Қонағымыз қолөнерші ұстаз Утебекова Рауза Хамзиевна. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, тағы да бүгін бізде ерекше кездесу кешіне жиналып отырмыз. Шығармашылық әлемге бір қадам кездесуіміздің құрметті қонағы өмірі өнегеге толы, бірнеше жылдар бойы жас ұрпақтың ардақты ұстазы болған зейнеткер педагог, қолөнерші апайымыз Утебекова Рауза Хамзаевна. Ұстаз ол балаға білім нәрін себетін, ақылын айтып, ілім үйрететін асыл жан. Ұстаздан аларымыз, үйренеріміз көп. Ұстаздың сөзін ұғыну біздің міндетіміз. Абай атамыз айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Ұстаздың еңбегін бағалай білуіміз қажет. Ағарту майданында еңбегін сіңген олар өмірлік ұстаздар. Өнер адамның жан дүниесін байытатын, рухани қазынасын арттыратын асыл мұра. Халқымыз өнерлі өрге жүзер деп бекер айтпаған. Ендеше, құрметті қонақтар, құрметті оқушылар, біз Рауза Хамзиевнаны сіздердің қошеметтеріңізбен қызыл күреңнің ішінде қарсы алайық. Қонағымыз қошеметпен қарсы алайық. Елін сапай, біздің мектебімізге қош келдіңіз. Сіздей зейнеткерлікке шықса да, тәлімі мол, тағылымы мол, үйде бос жатпай, екінші мінекей қолөнермен айналысып жатқан біздің апайымыз, бүгінгі құрметті қонағымыз Рауза Хамзаевна. Отыра беріңіз. Балалар, отырыңдар, екінші класс. Третий класс, садимся вперед. Рауза Хамзаевна ұзақ жылдар ұстаздық етіп шәкірт тәрбиелеген. Сонымен қатар қолөнерді серік еткен жан. Оның еңбектері шеберліктің, сабыр мен тағылымның көрінісі. Құрметті қонағымызды қарсы алып, енді сізбен Рауза апай ашық алаңда сұхбаттассам. Менің бірінші сұрағым ұйымдастырушы ретінде мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім дейміз. Ұстаздық өмірге қалай келдіңіз? Жүрек қалауымен бе? Әлде осы мамандықты таңдауға себепші оқиға бір жағдайлар себепші болды ма? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, ұстаздар? Бүгін сіздермен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Мен бұл ұстаздық жолға біздің кезімізде 8-ші сынып болатын. 8-ші класс дейді ғой, соны бітіргеннен кейін анам айтты, өмір оқымай-ақ қой, осы Саранға бастауыш сыныптың мұғалімі болуға, соған оқуға түсті. Өйткені әкеміз ерте қайтыс болды, біз 7 бола қалдық. Мен оны 7-еуімізді бірдей орта мектепті бітіруге анамның шамасы келмесе, содан Саранға түсіп 4 жыл оқыдым, 66 жылы түсіп 70 жылы бітірдім. Содан өзімнің оқыған мектебінде Қарқаралы ауданының Ақтерек деген ауылында 1 жыл жұмыс істедім. Одан кейін Нұра жаққа тұрмысқа шықтым. Содан 2004 жылы пенсияға шықтым. Зейнетке 2007-ге шейін тағы да мектепте болдым да, сосын зейнетке кеттім. Қазір зейнеттен босқа қарап отырған
табиғатыма өте жақын нәрсе. Бірінші құрақ құрадым, ойдым. Кейіннен осы мынау моншаққа көштім, аяқ киім тоқимын, бас киім тоқимын, тақиялар деген моншақтардан салфетка нелер, вазаларды тоқимын. Біздің Қазақстанда жоқ болса, Өзбекстанға барып алып келетін жайым бар. Қыстыгүні күзде Өзбекстанға барып бір чемодан не алып келдім, моншақ. Содан таможнядан өткенде деп, мынаның ішінде тұз бар ма, тас бар ма деп, мен жоқ, моншақ деп. Біздің бір жағынан ойлаттым қазір. Бір айын неден шекарадан өткіземін, өткізбеймін, өткізді. Сол, енді бос отырмай осындай қолданырмен айналысып жатырмын. Әр заттың өзінің иесі болады. Бүгін өтпесе мен мысалы ренжімеймін, ешкімге де өзінің иесін тапқан кезде жаңағы заттарын өткен ана жолы бір 2-3 сумка өтпей тұрған 2 жылдан соң Алматыда бір қыздар келіп алып кетті. Яғни ол сумкалардың иесі Алматыда екен. Сондықтан сол қолөнермен айналысам. Сіздерге де ұстаздар, ертең сіздер де қартаясыздар, зейнетке шығасыздар. Сіздер де осындай егер түспен шұғылданыңыздар. Бір жағынан миларыңыз бір орында тұрмайды. Ылғи қозғалыста болады, қол қозғалыста болады. Жадыларыңыз орнында болады. Мысалы кейбір бір менен жасы кісілер айтады, мен ұмытып қаламын, есім қайда болғанын білмеймін, мен айтамын, жоқ, сен қолыңды іске қоссайшы. Сонда жаңағы миыңда жұмыс істейді, өз қатеңді өзің табасың. Мысалы біз әгі жұмыс істеп, мектепте қызмет істеп жүргенде балалардың қатесін табатынбыз. Мынауың қате, мынау. Ал енді мына қолөнермен айналысқанда өз қатеңді өзің табасың. Мына жер дұрыс емес екен, бұлай істеу керек екен. Ақыл-ойдың кішкене дамып, қозғалыста болу әркімге болсын пайдалы ғой. Сіздерге де осындай өмір тілеймін. Ертең менің шынар сіңілім отыр, өте жақын сіңілім, бауырымның қызы. Осы мектепте жұмыс істеп жатыр екен. Табыс тілеймін, еңбегің жемісті болсын. Барлығыңызға да еңбектеріңіздің қызығын көріңіздер, жемісін көріңіздер, оқушыларыңыз алғыр болсын. Сол сіздерге айтарым, бейбітшілік заман болсын. Мінекей біз сұхбаттасқанда Рауза апайымыздың айтқаны зейнеткерлікке шықсам да мен үйде бос отырмай, уақытымды босқа жібермей, тиімді пайдаланып, қазіргі заман талабына сай, қазіргі мына жас өсіп келе жатқан қыз балаларға, онан кейін үйде отырған ханымдарға арнап, қаншама қолынан істер шығып жатыр. Сондықтан осындай апайымыздың барына, тер төгіп отырған апайымыздың осындай еңбегіне әрине біз үлкен рахметімізді айтамыз. Енді ұстаз болу жүректің батырлығы дейді апай. Сіз ұстазсыз. Енді сізге тағы да бір айтарымыз, алғашқы шәкірттеріңіз неше жаста? Алғашқы шәкірттерім 2-3 жыл болды, олар тоже зейнетке шықты. Зейнеткер қазір. Көбісі бәрі зейнетке шығып кетті. Өзіммен бірдей. Мені қарасаңыздар, апамыз зейнет жасында болса да, ол кісінің оқытқан бірінші шәкірттерінің өзі зейнет жасына жетті дейді. Яғни менде жасты ғой. Менде мысалы зейнетке шыққанына 1 жыл болды. Сондықтан зейнеткерлікке шықса да, бұл кісінің шәкірттері бұл кісіні ұмытпайды. Қаншама біз әлеуметтік желі дейді. Бұл кісінің ішкі қайнап жатқан қазыналы болып жатқан жұмыстардың бәрін Instagram парақшасынан, Facebook парақшасынан біз қарап отырамыз, біз қуанып отырамыз, біз осындай апамыздың ғана мақтанып отырамыз. Енді біз осындай мерекеге келгеннен кейін Абай атамыз айтқандай, ән айтпай, көңілімізді жайландырмай болмай, сондықтан әнді сүйсең неше сүйдеп, Абай атамыз айтқандай, бүгінгі Тойбастар оркестрінің жетекшісі Тоқтар Айтбек ағамыздың орындауында бір Шәмшінің әнін тыңдайық.
аңсаған бақытым сияқтанып айтып келеді қияқтанып жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен қайтемін кінәлап болған сені сағатым алдыға шығар сені нұр ойлап көзіңді өтеді кезінде кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен көшеде сырласып шалқып басып құрбылар барады қолтықтасып тағатым таусылды аңсадым даусынды кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен тағатым таусылды аңсадым даусынды кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен кешікпей келем деп мен тұрмын елеңдеумен Ой, рахмет. Мен кешікпей келе берсін ағамыздың тосқан адамы. Ал енді құрметті оқушылар, құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, енді әрі қарай тағы да сұхбатымызды апамызбен жалғастырсақ, бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулу барысында орындалатын шығармашылық жұмыс мазмұнын сипаттап бере аласыз ба? Енді мына жерде отырған ылғи да біздің бастауыш сыныптың мұғалімдері сол бастауыш мұғалімдеріне шығармашылықты баулу барысында орындалатын шығармашылық жұмыс мазмұнын сипаттап берсеңіз. Қазіргі методика өзгерді ме, мен білмеймін қандай екенін. Алайда біздің кезімізде мысалы шығарма жазу болатын, эссе жазу болатын. Олар жаңағы өзінің көргенін, өзінің ойменен жеткізе білетін. Көбінесе біз шығармашылыққа көп көңіл бөлетінбіз. Біздің кезімізде сотка болған жоқ. Қазір балалар соткаға байланып қалған. Соткаға байланған балалардың ақыл-ой дамымайды деп айта аламын. Ал енді мынау көбінесе кітап оқу керек. Барлық жақсылықта үйренетін үлгі де барлығы кітапта. Кітапты көп оқу керек балалар. Кітапты оқысаңдар, жаңағы көргендеріңді айта аласыңдар. Қазіргі балалардың ойы да, тілі де, ойлауы да шолақ. Бәрі соткаға қарайды. Бұрын біздің кезімізде мысалы біз таблица жаттайтынбыз. Әлі күнге шейін сауда жасағанда таблицаны қолданамыз. Қазіргілер таблицаны білмейді, бірден ана калькуляторға барады. Сондықтан кітапты көп оқыңдар. Енді білмеймін, қазір шығармашылық деген шығарма жазу бар ма сіздерде? Эссе жазатынбыз. Көргендеріміздің балалар жаңағы өзінің ойын жазатын. Сөйтіп дамыту керек балалардан. Енді арасында енді қазір методика өзгерген шығар, мен енді айта алмаймын. 2004-тен кейін мен енді 7-ден кейін мектепте істеген жоқпын ғой, былай репетитор болдым.
репетитор болғанда көбінесе қазақ классында оқитын балалардың, қазақ балаларының өзі ойы шулап, тілі шулап ойын айтып толық жеткізе алмайды. Сондықтан үйде ана тілінде, қазақ тілінде сөйлеу керек, ана тілінде. Көп кітап оқу керек, кітапты көп оқыңдар балалар. Бар ғой библиотекада, кітапханада кітаптар. Иә, оқисыңдар ма? Кітап оқисыңдар ма? Кім оқиды? Көтеріңдерші қолдарыңды. Аз ғой, көп, бәрін оқыңдар кітапты. Кітап деген тамаша нәрсе. Мысалы, өзіміз әлі күнге шейін кітап оқимыз. Кітапты оқысаң, өзіңнің қателігіңді, жақсы ғибратты сөздерді миыңа тоқисың. Сосын оны жай ғана оқып қоймай, біз кезінде дәптер алып, дәптерге ұнаған сөздерді, ойларды жазып отыратынбыз. Сол мінекей барлығымызға саналы оқушылар, шәкірттер тілеймін. Шығармашылықтарың арта берсін. Жақсы, енді апай сізге тағы да бір сұрақ. Шәкірттеріңіздің күлкілі қылығы есіңізде ме? Қандай қылықтары болар еді? Мысалы, ертең бізде күндердің күнінде Шынар Газиновна осындай зейнеткерлікке шықса, ол кісінде осы жерге шақырып, осындай кездесу кеткен кезде, ол кісі де мысалы айтып отырады өзінің естелігін. Енді сіздің шәкірттеріңіздің күлкілі қылығы қандай қылығын айтар едіңіз? Қылығын айта берсек, менде бір Жеңіскүл деген қыз болды. Карибаевтың қызы. Біз кешкісімен оқимыз, 4-ші сынып, сосын балаларға айттым, шығарма жазамыз. Балалар егер шығарманы кім жазбайды, бүгін осы мектепте қонасыңдар дедім. Жаңағы Жеңіскүл деген қыз қолын көтеріп, о не дедім, мен дәрісханаға барып келеші деді. Февраль айы. Содан жаңағы жарайды барып келдік. Енді дәрісханаға барып келетін уақыт әлдеқашан қой далаға коридорға шығып қарасам, қызым жоқ. Осыған келдік бір кезде есік қағылап қазір. Ана бастағы шешесін алып кетті. Сен мектепке барды, менің сумкамды алып шық. Мұғалім маған бүгін шығарма жазбасың, мектепте қонасың деп айтты. Мектепке қонғым келмейді дейді. Содан мен жоқ жай ойнап айттым ғой. Соны бала шын көрген, қазір ол да мұғалім, бір орыс мектебінде істейді. Мен айттым, басың несін сенің осы қылықтарың дейді. Сосын тағы бір оқушым болды. Құндыз деген анау, Қалпеннің қызы. Бұлай Құндыз мынау нешеу деймін, 1-ші сыныпта. Сосын ана бұлай санамайды, бұлай санайды, 5-еу дейді, жарайды отыраға жақсы. Сосын сыныпта айналып келді. Құндыз мынау неше десем, ұмытып қалады, тағы бұлай санайды. Ол да қазір не, садикте істеп жүр. Сондай қызықтар бар балалардың. Сондай бір оқушым болды, менің қолымды бұлай сипайды. Өзінің мамасы жас қой. Менің мамамның қолы бейт жұп-жұмсақ дейді, сіздің қолыңыз неге қатты дейді. Сосын аяғын сипаттайды, мына капронның ішіне бірдеңе киіп ағасыз, немене киіп ағасыз мұғалім дейді. Ол да осы Қарағандыда мұғалім. Сондай қылықты оқушылардың бәрі мұғалім, менің қазір өз жолымды қуып жүр. Сіздерде сондай оқушылар көп болсын деп тілеймін. Ой, рахмет. Мына жерде бізге кездесуге келіп отырған бастауыш сыныптың мұғалімдері ғой, бұл кісі де күліп қояды. Мына жерде Клара Советовна отыр, Алла қаласа бұл кісі де енді санаулы күндерін санап жүр ғой, зейнеткерлікке кетем деп. Ертең кеткеннен кейін үйге сыймай, ойбай алма күн мені кездесуге шақырасың ба деп звондайды ғой бір күні. Ал енді жақсы, біздің ортамызда орыс сыныбында оқыса да қазақ тілінен өте жоғарғы бағада, қазақ тілін жақсы көретін, қазақ тіліне деген қызығушылығы өте жоғары кішкентай Радамыз бар. Радамыз біздің осы мектептің кішкентай жұлдызы. Ендеше келе ғой Раданың орындауында Отан әнін қабыл алайық. Қазақша қазір бізге өлең айтып береді. Біздің жұлдызымыз, наша звездочка маленькая. Otan
Похлопайте, скажи спасибо. Радамызға үлкен рахмет айтамыз. Біздің мектебіміздің кішкентай жұлдызы ештеңеге қарамай, ұялмай, осындай қазақ сахнасында өлеңдер айтып жүрген біз Радаға болашақта үлкен бір мамандықтың иесі болады деп сенеміз. Енді құрметті Рауза апай, біздің мектебіміздің оқушылары сізге осы қол өнеріңіз жайында біраз дайындаған сауалдары бар. Келі ғой, рахман. Сәлеметсіз бе? Сіз қол өнерге қалай келдіңіз? Біз қазақ инемен жіпке жақын адамдармыз ғой. Көбінесе осы зейнетке шыққаннан кейін келдім мен. Себебі бар оның өзімді жұбату үшін келдім. Өзім үшін ойымды бөліп үшін келдім. Мен жалғыз қызым авариядан қайтыс болып, сосын енді күндіз жылайсың, түнде жылайсың, жылаған мен Алла өзінің алғанын қайтып бермейді. Оның менде көп бірнеше аурудың түрлері пайда болды, сосын ойладым, жылағанмен ештеңе болмайды, Алла алғанын қайтып бермейді. Енді осы қол өнерімде өзім осымен алдаймын. Ойым бөлінеді. Өз қатемді өзім жөндем, жаңағыдай айтқандай. Солай келдім. Сол негізгі басты себебім сол. Рахмет сізге, рахмет рахман. Енді аңсар келі ғой. Бұған уже жаңа жауап берді. Ұстаздық жолыңызда есте қалған ерекше сәттер бар ма? Жаңа айтып қойдым. Қандай дедік кім? Ұстаздық жолында есте қалған сәттер бар ма дейді, ерекше сәттер. Есте қалған сәттер көп қой. Өміріміздің барлығы осы мектепке, 7 жастан мектепті ашқаннан, мектепті оқыдық, одан саранда, одан қайтадан мектепке жұмыс істедім. Өміріміздің бәрі осы мектеппен өтті. Жақсы сәттер көп. Қайсын айта беремісің? Жақсы, рахмет. Раяна келе ғой. Сіз қол өнердің қай түрімен көп айналыстыңыз? Қай түріне? Қол өнердің қай түрімен көбірек айналыстыңыз дейді. Мен негізі көбінесе құрадым, ойдым. Трида деген көрпелер құрадым, құраттан, неден ойылдан. Сосын кейіннен келді, моншаққа көп. Қараңызшы, көбісі моншақ қой, моншаққа ауысып кеттім. Жақсы, рахмет, Раяна. Медина келе ғой. Бір бұйымды жасау үшін қанша уақыт кетеді? Бір бұйымды жасау үшін қанша уақытыңыз кетеді? Бір бұйымды, ол енді күрделілігіне байланысты, базаларға әжіптеу уақыт кетеді. Сонда базаның бесеуі бөліп тоқып алып, одан кейін оларды біріктірем. Оны біріктіргеннен кейін астын тоқимын. Мысалы бір менің телефонымның кабурларын тоқу үшін 4 күндей уақыт кетеді бір өзінен. Өйткені узорды дұрыстап шығару керек. Енді мынандайлығы маған одностору бір жағы, бұған 3,5 күн, 3 күн кетеді, мынаған 4 күннен артық кетеді. Сумкаға мысалы 5-6 күн кетеді, әртүрлі. Күрделілігіне байланысты. Жақсы, енді біздің балаларда осы мектепте көркем еңбек деген сабақ жүреді. Осы көркем еңбектің мұғалімі де, Айгерім мұғалімі, осындай сумкалар, соны бәрі тоқып балаларға үйретіп жатыр. Сондықтан біздің балалардың кішкене болса да, бұл жаңағы моншақтармен жұмыс істеуге хабарлары бар деп айта аламыз. Таңырхан. Шығармашылық адамға не береді деп ойлайсыз? Шығармашылық адамға не береді дейді? Шығармашылық адамға өмірге құштарлық, өмір сүргің келеді.
бастаған затыңды аяқтағың келеді. Сол негізі өмірде құштар боласың. Өзіңе өзің жаңағы жаңашылдыққа жаның құмар болады. Бір затта мысалы келе жатқанда бір ізбен келе жатпайсың ғой. Оңға бұрыласың, солға бұрыласың, оң жақта не бар, сол жақта не бар деген сияқты, сол сияқты мынау шығармашылықта сондай. Бір орында тұрмайсың, бір орында тұрсаң, онда дамымайсың. Даму үшін жан-жақты болу керек, іздену керек ең бастысы. Жақсыға жаның құмар болу керек. Жақсы, Тәңірхан, рахмет. Виктория келе ғой. Вика. Бізде Викамызда мінекей басқа ұлт өкілі болса да, мінекей қазақ тілінде сабақ оқиды. Қазіргі балалардың өнерге қызығушылығын қалай арттыруға болады? Қазіргі балалардың қызығушылығын өнерге қалай арттыруға болады дейді. Балалардың қызығушылығын өнерге. Қазір балалар өнерге де қызық емес, оқуда қызық емес, оларға не істеуге болады, апай, айтыңызшы. Басты тәрбие мектепте, үйде беріледі ғой, отбасында. Отбасында беріледі жаңағы. Бұл бастауыштың мұғалімдерінің арқалайтын жүгі өте ауыр. Әртүрлі отбасына шыққан балалар болады. Сәтті отбасынан, сәтсіз отбасыларынан. Ол кейбір балалар сол отбасындағы алған тәрбиесіне байланысты кейбір балалар өзі ізденгісі келіп, үйренгісі келіп тұрып, кейбір балаларға қанша серпілесең де қозғалмайтын балалар болады. Енді табиғатынан ба екен, мен білмедім енді. Мен айтпаймын, бастауыштың мұғалімдері екі қолын алдын алып, жай ғана план жазып, я болмаса бір тапсырманы. Ең бір курстаздар осы бастауыштың мұғалімдері ғой, еңбегін тек. Кейде ата-аналардың бағалайтындары да болады, ұстаздарды. Кейде бағаламай өзі мені ұстазды кінәлі қылып шығаратын да ата-аналар болады. Мен көбінесе ойлаймын, тәрбиеге байланысты деймін. Енді мұғалімдер, мысалы, еңбек сабағы бар, қазірде бар шығар еңбек сабағы бар ма? Ән сабағы бар. Енді кейбір балалар сол еңбек сабағынан, кейбіреулер ән сабағынан, мұғалімдердің айтқанына елігіп, өздері қызығушылық артты. Мысалы, мұғалімге еліктейтін балалар болады, қыздар болады. Бұрын мен мектепте жүргенде шашымды қараймын, төбеме қараймын. Менің оқушыларым сондайды қайталайтын. Мұғалімдер қайталайтын да оқушылар болады. Оған ренжімей, оған қуану керек. Басқа не айтайын? Жақсы. Рауза Хамзайымның қолынан шыққан бұйымдар үлкен еңбектің, талғам мен шеберліктің жемісі. Жаңа ол кісі біздің балалар сұрақ қойған кезде көзіне жас алып, яғни өзінің осы еңбекті бастаған кездегі өмірін ештемені ойламасам, тек қана осы қолөнермен ғана айналыссам, менің өмірім осы қолөнермен әрі қарай жалғасса деп айтып кеткен, өздеріңіз тыңдадыңыздар. Абай атамыз айтады ғой, менің өлеңдерім мені жұбататын өлең дейді. Сол Абай атамыз өзінің өлеңімен жұбанса, біздің Рауза апайымыз өзінің қолынан шыққан бұйымдарымен өзін өзі жұбатады балалар. Сондықтан біз Рауза апайымызға үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Бұл кісі зейнетке шықтым деп қолын қусырып үйде отырған жоқ. Қолына ұшығын алып, жібін иіреді, құрақ-құрақ. Алтын қолды, жаны жайсаң, жомарт жан. Жанымызда осы апаймен отырып, осы апайымызбен сырласқан, осы апайымызбен жүздесіп әңгімелескен бізге үлкен ғанибет. Енді бұл кісі жаңғыз осы шығармашылықпен ғана айналысып қана қоймайды, домбырамен күй де тартады. Енді сізден, Рауза апай, қонақ кәде сұрайық. Мен алып келіпсіз. Мандарин аты? Мандарин алып келіп, соны атын да білмейміз. Мандариніңіз алып келіпсіз, сол мандаринмен бізге бір ән айтып беріңіз, Шәмшінің әні деп айтқан едіңіз. Сол Шәмшінің әнін тыңдайық. Енді мынау мандаринді сағанға түскенде бізде Марат Хайруллин деген мұғалім болды. Ол кісі кейіннен осы жақта Тәттімбетте директор болған екен. Кейіннен іздеп едім, ол кісі өмірден өтіп кеткен екен.
сол Сарында жүргенде үйренгім. Онан кейін тұрмысқа шықтық, балалар болды. Мандалин бір жақта қалды, өзім бір жақта қалдым. Содан осы қалаға келгенменен осы мандалинді сатып алдым да, ұмытпадым ба десем, ұмытпаппын. Енді керемет бір профессиональный емеспін, жай өзімше тартып, қатесі болса кешіресіздер. Қатесі болса кешіреміз, өшіргішті алып өшіреміз. Жақсы, тыңдайық, балалар. Ой, рахмет. Шынар Гүлзинаның арманы зор екен. Мынандай апатайы бар, қолынан қаншама іс келетін, қолынан мінекей мандолинасын айнап бізге өлең айтып берді. Шынар Гүлзинаға завидуем. Шынар мендей болады дейді, сіздей болсын. Ал енді құрметті оқушылар, құрметті мұғалімдер, мына жерде сіздер куә болып отырсыздар осы Рауза апамыздың қолынан шыққан осы өнерлері. Енді мына жердегі тұрған әрбір затқа қарасаңыздар көз тояды. Енді бұған қаншама уақыт керек, бұған қаншама көздің жанары кетеді. Бұл істі жасау үшін де адам махаббат керек екен. Яғни балаларында қалай жақсы көрсең, отбасында қалай жақсы көрсең, өзіңнің айналысып жүрген ісіңе де осындай жақсы көзбен қарасаң, сол жасап шыққан шаруаң өте жоғары шығады, яғни жоғары бағада болады. Сондықтан өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жердегі тұрған әрбір зат осы Рауза апамыздың жақсы ойынан, ойының тыныштығынан, көңілінің бұзылмауынан шыққан туындылар деп ойлаймыз. Енді бүгінгі іс-шарамызға біздің жерде директордың орынбасарлары қатысу керек еді. Бір жағдайларға байланысты ол кісілер қазір жиналыста отыр. Сондықтан бұл жерде мұғалімдердің ішінен Гүлсім Хамиджанна, сіз ортаға шығып өз рахметіңізді айтып, апамызға алғыс хатын берсеңіз. Құрметті оқушылар, құрметті Рауза апай, бүгін міне сізбен жақсы бір кездесудің куәсі болдық. Өзіңіздің өнегелі өміріңізді, ұстаздық жолыңызды айтып, балаларды бір өнерге жақындатып, бір қадам болса да өз еңбегін сүйіп қана қоймай, өз пәнін сүюді, баланы сүюді бір үйретіп дәріптеп кеткен сияқтысыз. Сізге көп рахмет келгеніңіз үшін басымызды иеміз. Сіздей өзіңізді жалғастырар шәкірттеріңіз көп болсын. Қолыңыздан жасап жатқан бұйымдарыңыз балалардың жүрегіне, жалпы алып жатқан адамдарға жақсы бір жолын тауып өте берсін дегім келеді. Нарық заман болғаннан кейін
әрбір іс бағалану керек, оның бағасы болу керек. Сол себепті алтын қолдарыңыз талмай шаршамай еңбек ете берсін, деніңіз сау болсын, ұзақ жасаңыз. Осы біздің мектебіміздің атынан және де балалардың атынан сізге басымыз иіп рахметімізді айтамыз. Келгеніңізге көп рахмет. Енді алғыс хат құрметті Рауза Хамзаевна. Мектебімізде Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының балалар кітапханасы бағдарламасы аясында ұлттық кітап күніне орай балалар әдебиеті рухани тәрбие бастауы тақырыбында өтетін 10 күндік мерекелік шараға қатысып, белсенділік көрсеткеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Шығармашылық әлемге бір қадам тақырыбында өткен кездесуіміздің құрметті қонағы болып қолдау көрсеттіңіз. Өтебекова Рауза Хамзаевна апайымыз қолөнерші, өмірі өнегеге толы бірнеше жылдар бойы жас ұрпақтың ардақты ұстазы болған зейнеткер педагог. Қазір де қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптарын насихаттап, жас ұрпақты ұлттық құндылықтарға, адамгершілікке және халық өнегесін үйретуге баулып жүрген жан. Сіздің ерен еңбегіңізге, жақсы мейірімді жүрегіңізге алғысымыз шексіз. Жасаған қолөнерлік бұйымдарыңыз оқушыларға қуаныш сыйлап, көзіңізді нұрға бөлесін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, күш-жігер, баянды бақыт пен жаңа табыстар тілейміз. Біліктілігіңізді одан әрі шыңдап, биік шыңдардан көрінуіңізге тілектеспіз. Ізгі ниетпен мектеп директоры Нұрбол Даригулович Кунедилов. Ой, рахмет. Рахмет. Көсім Кәмесжанларға да рахмет. Сөзімізді жерге тастамай. Енді қазақ тілінің әдебиеті мұғалімі болғаннан кейін бұл кісілерге сөз емес қой. Ал енді құрметті бүгінгі іс-шараға қатысқан оқушылар, іс-шараға қатысқан мұғалімдер, міне бүгін сіздер балалар әдебиеті 10 күндігінің 5-ші күніне куә болып отырсыздар. Бұл дегеніміз ұлттық кітап күніне және кітапханашылар күніне арналған мереке. Сондықтан әдейі ұлттық кітап күнінде біздің балаларымыз тағылымды болсын, біздің балаларымыз рухани бай болсын, біздің балаларымыз кітапты көп оқысын, біздің балаларымыз ертең мәдениеті жоғары ұлағатты ұрпақ болып өссін деп, осындай бізге былтырдан бастап ұлттық кітап күні деген мереке қойды. Ұлттық кітап күніне биыл 2-ші жыл. Сондықтан балалар, мен сіздерге айтарым, жақсы адам болып өсу үшін осы үлкен апаларындай, Рауза апаларындай, үлкен жақсы адами тұрғыдағы азамат пен азаматша болып өсу үшін кітап оқу керек. Кәне қолыңызды көтерейікші, ертеңнен бастап кітапханаға кім келеді? Бәріміз қол көтереміз. Кітап оқымаған балалар ол нашар балалар болады. Кітап оқыған балалардың бәрі озат оқушы болады. Сондықтан балалар ертеңнен бастап кітапханаға келеміз, кітап оқимыз, жаздағы 3 айда да кітап оқимыз. Енді бүгінгі іс-шараға қатысқандарыңызға сізге үлкен рахмет. Енді Рауза апай, сізге үлкен рахмет. Мінекей 2023 жылы сізбен кездесу жасап едік. 3 жылдың зымырап өтіп кеткенін білмей қалдық. Өмірдің енді ағы да болады, қарасы да болады, толқыны да болады, өзен ағып жатыр. Жүйрік аттың желісіндей бізге күніміз жеткізбейді. Сондықтан сізге тек қана денсаулық тілеймін, деніңіз сау болсын. Осы денсаулықтың арқасында аман есен жүре беріңіз, қартаймаңыз, біздің мектебімізге жиі келе беріңіз. Осындай жас ұрпақтарға өзіңіздің тәрбиеңізді қолыңыздан жасап шыққан осындай бұйымдарды көрсетіп, сол балаларға тағылымдығымыз арта берсін. Енді бүгінгі бізге шығармашылық осындай кездесуге келгеніңізге үлкен рахметімді айтамыз. Жағымыз түспей жаманшылық көрмеңіз. Жақсы күндерде жолыққанша сау сәлематта болайық. Қазір апамызбен бірге фотоға түсейік, келіңіздер. Апамызбен фотоға түсеміз.